КАЗ 309 медицина мектебіне арналған қазақ тілі. Күлән Көпеш. Денсаулықтың ең үлкен жауы никотин. Айбек Несіпелі, Саңлай Жаңбыршын. Алғашқы темекілер шамамен осыдан 7000 жыл бұрын пайда болыпты. Және де соңғы 2 ғасырда олар дүние жүзі бойынша және де қарапайым халық арасында кеңінен тарала бастады. Шылым тарту неге соншалықты танымалдыққа ие болды деген сұрақ туындауы мүмкін. Никотин – темекі өсімдігінің құрамындағы алкалоид. Ол алғашында орталық және оңтүстік Американың байырғы халықтары арқылы діни және емдік мақсатта пайдаланылған. 1492 жылы Кристофер Колумбтың Американың ашуымен бірге темекі Европаға таралып, 16 ғасырда француз дипломаты Жан Нико оны емдік өсімдік ретінде таныстырғандықтан, оның атымен никотин деп аталды. 19 ғасырда ғалымдар никотиннің химиялық құрылымын зерттеп, оның улы әрі тәуелдік тудыратын қасиеттерін анықтады. Ал 20 ғасырда оның адам денсаулығына зиянды екені дәлелденді. Осыдан кейін көптеген елдер темекі жарнамасына шектеулер қойып, қоғамдық орындарда шегуге тыйым салды. Никотин мен темекі түтініндегі басқа да зиянды заттар өкпе мен қан айналым жүйесіне айтарлықтай теріс әсер етеді. Өкпеде түскен түтін сыныс жолдарын тітіркендіріп, қабыну процесін күшейтеді. Нәтижесінде созылмалы бронхит, эмфизема және өкпе қатерлі ісігінің даму қаупі артады. Никотин қан тамырларын тарылтып, қан қысымын жоғарылтады. Бұл жүрекке қосымша жүктеме түсіреді және жүрек қан тамырлары ауруларының даму ықтималдығын арттырады. Сонымен қатар, темекі шегу оттегінің тасымалдауын төмендетіп, қанның құйылуына ықпал етеді. Бұл тромбтардың түзілуі қаупін жоғарылтады. Осылайша, никотин өкпе мен жүрек қан тамырлары жүйесінің қызметін бұзып, адам денсаулығына елеулі қауіп төндіреді. Никотин миға жылдам әсер етіп, жүйке жүйесінің жұмысын уақытша өзгертеді. Ол қан арқылы миға жетіп, дофамин сияқты нейротрансмиттерлердің бөлінуін ынталандырады. Ол ләззат пен сергектік сезімін тудырады. Алайда никотиннің жиі қолданылуы мидың табиғи дофамин өндіру қабілетін төмендетіп, тәуелділікке әкеледі. Сонымен қатар, никотин қан тамырларын тарылтып, миға оттегі мен қоректік заттардың жеткізілуін шектейді. Бұл есте сақтау, зейін және ойлау қабілетінің нашарлауына әкелуі мүмкін. Ұзақ уақыт бойы темекі шегу инсульт, когнитивті бұзылыстар және нейродегенеративті аурулардың даму қаупін арттырады. Оған мысал ретінде Альцгеймер және Паркинсон аурулары жатады. Алайда, сіз өзіңіздің өміріңіз, сіздің өзіңіздің қолыңызда екенін ұмытпауыңыз керек. Шылымнан масырқан адамның небәрі 20 минут арасында жүрек қағысы дұрысталып, оның қан қысымы ретіне кеткен. Небәрі бірнеше сағаттың арасында қан құрылымдағы СО, яғни көмірқышқыл газының мөлшері азаяды. Және бір айдың ішінде адамның жүрек ауруларымен ауыру қатері азаяды. Бір ай өтіп, екінші айға келген кезде адамның иіс сезуі қайта оралып, оның өкпесі 9 ай көлемінде өзінің алғашқы кейпіне қайта орала бастайды. Ауа жолдары никотиннен тазаланған кейін қауіпті аурулармен, инфекциялармен ауыру қаупі де азаяды екен. Небәрі 1 жылдың көлемінде жүрек қан тамырлар ауруымен ауыру қаупі 50% азаяды. Алдағы 5 жылда тромб пайда болуы және де инсульт пайда болуының пайызы да азаяды. Келесі 10 жылда өкпеден тазалып, адам ағзасындағы шылымның қауіпті заттар азайғаннан кейін оның қауіпті аурумен азаю мүмкіндігі де азайып, 15 жылда темекі шеккен мен шекпеген адам арасындағы жүректерінің айырмашылығы да жоққа шығады екен. Денсаулық ең басты құндылық, ең қымбат қазына екенін ұмытпаңыз. Шешім қабылдау ешқашанда кеш болмайды. Бүгіннен бастап кішкентай қадамдардан бастауыңыз болады. Қазіргі таңда никотинмен тәуелділікті жеңудің неше түрлі жолы бар. Тіпті никотин сияқты миға әсер ете алатын дәрі-дәрмек те, ауызға арналған спрейлер де, тәмді тағамдар да бар екен. Себебі никотиннен арылған кезде адам қатты стресске ұшырайды. Және де осы кезде жақындармен сөйлесу, осындай жағдайға тап болған адамдармен сөйлесу, және де спортпен айналысу оңынан әсер етеді. Шылымнан бас тарту оңай қадам емес. Және де адамдар бір шылымнан басталған кейін тағы да шылым тиюі мүмкін. Бүгін алғашқыда Қытайда пайда болған, енді әлем бойынша таралған
электронды шылымдар, вейптер танымалдыққа ие болды. Шындығынан келсек, осыған тек қана шылымнан бас тартқысы келгендер ғана емес, тіпті жастар да тәуелді бола бастады. Электронды вейптер ағзаға зиянды емес деген пікір дұрыс емес. Олар да дәл сол шылым сияқты ағзаға түсіп, өкпенің жұмысын миға дәл сол никотинді түсіріп, адамның ағзасына дәл сол эффекті береді екен. Бір қауіптісі, никотиннің дәмі айтарлықтай ерекше. Ал осы вейптердің болса, дәмдері көп, және де олардың дәмдері неше түрлі келеді. Олар тәтті түрде. Жастар өз қатарынан қалмау үшін осы шылымдарды тартып, бір-бірімен бөліседі. Және де оның арасында ішінде 5000-ға жуық химикаттардың бар екеніне назар бермейді. Мысалға, осы попкорн дәмдес электронды вейптерде диацетил деген өкпе обырына келетін қауіпті химикат бар. Бұл тек попкорнның ғана ерекшелігі емес. Және де осы электронды шылымдардың жануының да қауіп бар екенін айта кету керек. Олардың жануы өте қауіпті. Сондықтан да электронды шылымның сол бір шылым екенін ұмытпаңыз. Тіпті электронды шылым кәдімгі шылымға қарағанда қауіпті болуы мүмкін. Сіздермен болған Айбек Ойнесібер мен Сағынай Жаңбыршын. Назарларыңызға рахмет. Біз осы мәліметті қолдандық.